кележектер. Бүгін Қоңыртайдың көңіл күйі жоқ. Тісі жиі ауыра берген соң, анасы оған тәтті жеуге тыйым салды. Енді Қоңыртайдың тіпті достарымен ойнауға да зауқы соқпай тұр. Қалайсың, қонжық досым? Біз келдік, Қоңыртай. Ойнаймыз ба? Алыңдар шынына допты. Менің сендермен ойнауға зауқым жоқ. Неге? Көңілсізсің ғой, Қоңыртай. Саған не болды? Ештеңе. Қоңыртай, біз сенің көңіл күйіңді қалай көтеру керек екенін білеміз. Осы жерде күте тұр. Жарай ма? Мә, зеріксең, менің добымен ойнай тұр. Шіркін! Мұна доп балға айналып кетсе ғой. Міне, бер кел. Ақырын сөйле, аралар бізді естіп қойса, ашуланады. Ара деген кіп-кішкентай ғой, біз олардан үлкенбіз. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Үркек тәтті ме? Тәтті. Бірақ сәбізге жетпейді. Апа! Апа! Біздің тез жүгіре алатынымыз қандай жақсы. Әйтпесе аралардан қашып құтыла алмайтын едік. Қоңыртайды қуанта алмайтын болдық. Сақшағай, бізге бал беріңізші. Өздерің барып, бал араларынан сұрап алсаңдаршы. Жоқ, олар ашулы, балды бізден қызғанады. Егер қазір біз омартаға жақындасақ, аралар бізді қуалайды. Көжектер, демек сендер өздерің бірінші болып оларды мазалағансыңдар ғой. Солай ма? Ей, балақайлар, сыйласаң, сыйлы боласың деген.
егер өздерің тәртіпсіздік, дөрекілік танытсаңдар, өзгелерден құрмет күтпеңдер. Жарайды. Мына балды сендерге берейін. Бірақ қоңыртай көп жеп қоймасын. Тіс ауыратынын ұмытпаңдар. Екі көжек балды алып, қоңыртайға қарай асықты. Қонжыққа тәттісін беріп, оны қатты қуантты. Ал Сақшағайдың айтқандарын ешқашан естен шығармайтын болды.